Oğlum gözüne karasış. Gözün karamasın? Yüzünde olmasın. Huy, dik etmeyi dұрыстап сөйлесіңіз. Sen dik deysin. Қай қабаттансың sen өзі? Екінші қабаттан. Екінші қабатында өзіміздің ба? Сен ол жақта DJ бармендер танисың ба? Бәрін танимын. Мен ол достарым түсінің ба? Сен өзің қай жердесің? Мен осы жергілікті мынау бірінші қабаттың адамымын. Мен осы жерде бүкіл администратор, бүкіл күзетшілер танимын. Түсінің ба? Ренжімеш, брата. Қазір сен қорға кіріп тұрсың, сен білесің бе? Кешірші, брата. Мен түсінбеймін онда кешірім деп. Ренжімеш. Не істейсің ол? Ал, не істейсің ол? Ренжідім ал, не істейсің? Бүйтейік. Қазір жоғарыда мен қызмет етіп жатқан. Оңға қарай бұрылсаң, үшінші дастархан бар. Сол жерде өңкей мынандайлар отыр. Соларға апарып берсем, олар жоқ дегенде $300 тастап кетеді саған. Қалай, а? Шайқылға ма? Шайқылға. Мынау онда басқа әңгіме. Жарайды. Бауырым, екіншілер жүр, олай болмайды. Болды. Мынау сіздерге ме? Біз сізге жаңа той ұйымдастыру қызметі жөнінде білейін деп едік. Менің түсінуімше, сіздер екеуіңіз үйленгілеріңіз келіп тұр ғой, иә? Жоқ. Шынымды айтсам, бұны негізі менің ағам қалайды. Қарындасым. Қалай жігітің ұнай ма? Ойлап жүре. Ертең ойланып, мен өйтпеймін деп қалма, түсіндің ме? Жаза беріңіз, сіздер. Көптеген әншілер керек еді. Жұмыстан шығарып жібереді, шығармайды, шығарады, шығармайды, шығарады, шығармайды, шығарады. Мынау не? Сәрсекбаева? Мынау осы мінегін бәрі қоқтым, а? Мен сені жұмыстан шығардым, кете бер бар. Жинап кетсіген міне жерді. Қызығым. Шығарады. Ой, не деген адамсың, айналайын. Ой, анау лежачий полицейский көрсең, оның қасында жаймен өту керек. Түсінесің ба, қанша мәрте айтам саған? Әдейі істеп қояды оны сөйтіп. Жол шетінде тұрған жол полиция қызметкерін лежачий полицейскийге айландырудың қажеті жоқ. Түсінесің ба? Айрамай қалам. Ой, осымен несінші? Мына қызметкерін қағып кеттің, айналайын. Кешіріңіз. Не болды енді мынау? Шақырын жедел жәрдемді. Бағанағы нөмір звонда? Не істейміз, а? Естіп отыра береміз, а? Мүмкін басқа жерге барып, кішкене тойлатып, қайтпадық па? Отыра берейік осы жерде. Сәлематсыздар ма? Неге тапсырыс бересіздер? Семішке алып кеш, бауырым. Бізде шемішкелердің түр-түрі бар. Қуырылған шемішке, қуырылмаған шемішке, тұздалған шемішке және аршылған шемішке. Қара семішке. Қара, жақсы. Шемішкемен бірге не ішесіздер сусындардан? Сыра алып кеш онда, сыра. Екеу? Жақсы. 1 минут. Сенің аулаң деген керемет қой мына жерде, а? Өзім білмеуін шындай. Мен тек қана бала-шаға шулайма десем сенің аулаңды. Небір қызықтарға толы ғой мынау. Кешірім өтінем. Мына жерге төсеп жіберсем. Ой, Мақсат! Мына аула емес, мейрамхана ғой мынау. Сенің аулаңа күнге кеп тұрамау дейм, а? Жайғаса беріңіздер. Қандай керемет. Мұнда аула бірінші рет көріп тұрмын бар ғой. Рахмет, рахмет. Мен сенің аулаңа енді сағат сайын кеп тұрам. Біздің аулада жай рахат отырыңыздар. Рахмет. Қандай керемет. Неге ақ семішкені айтпадың? Қара семішке. Аузыма келген сол болды. Айтсам. Қалжыңдап жатыр екен деп ойладым. Кешірім өтінем. Мынау сіздердің есеп-қисаптарыңыз. Есеп?
Мынауың неге 16.500? Өзі сондай ғой бізде. Қалай? Мына ішімдіктеріңіз, шемішкелеріңіз барлығы 1000 теңге болады. 1000 теңге. 1000 теңге болады. Одан кейін қоғамдық жерде былғаған үшін, қоқыс тастаған үшін міне 5000 теңге. Және қоғамдық жерде ішімдік ішкен үшін 10000 теңге. Барлығын есептегенде 16000 теңге. Неге 500 теңге деп? 500 теңге енді ол. Мені барғаным, қайтқаным таксиге 200 бері, 100 теңге өзіме ғой. Алло, рецепшн. Айналайындар, біреуді жіберіңдерші, мынау бөлмелерің ыстық, қапырық, терлеп өлетін болдым ғой. Оның үстіне мына кондиционерлерің істемейді-ау деймін. Жіберіңдерші, мен істемейді кондиционер. Иә.